Hayırlı gün dostlar. Barşаңызға сәлем. Мінекей бүгінгі жасалатын салатымыз французский салат деп аталады. Оған яғни тұз, картошка, бір штук, 7 штук картошка, 1 штук сәбіз, 2 қызылша, майонез, 300 граммдай капуста, 1-2 ас қасықпен, 3 ас қасықпен, яғни горох мынандай дайын. 1 түйір чеснок керек болады. Осыларды қалай қазір ары қарай жасайтынын көрсететін боламыз. Біз түйіркеден өткізетін заттарымыз қызылша қайнатып алынған, 2 қызылша. Соны түйіркеден өткіземіз, сәбізді түйіркеден өткіземіз. Картошканы түйіркеден өткізіп, майға қуыратын боламыз. Алдағы уақытта бәрін жібермей көріңіздер, осы алдағы уақытта бәрін көрсететін боламын. Мінекей картошкамызды түйіркеден өткізіп алдық. Сөйтіп парақтарға осылайынан кептіріп қойдық, суын алсын деп. Сөйтіп майға қуырып алатын боламыз. Ар жағын көрсететін боламыз. Көзіп тұрған майға осылай салып жатырмыз. Қуырып аламыз. Мінекей французский салаттың қоспаларын барлығын дайындап алдық. Картошканы яғни үккіштен өткізіп, майға қуырып алдық. Сәбізіміз үккіштен өтіп тұр. Свекломыз қайнатылған, үккіштен өтіп тұр. Капустаны майдалап турадық. Горохымыз дайын. Чесногымыз түйіркеден өтті. Майонезіміз тұр, тұзымыз тұр. Енді мінекей бірінші сәбізді салып бастаймыз. Ысқа араластырып аламыз өстіп. Екінші қызылшамызды саламыз. Үшінші капустамызды саламыз. Чеснок пен тұз салып аламыз. Чеснок, 1 түйір чеснокты үккіштен өткізгенбіз. Көп керек емес, ащы болып кетеді. Жарты қасықтай тұз қосамыз. Ащы болмасын, қасық ұшымен, шай қасықпен, ас қасықпен, горохтан 4 ас қасық қосатын боламыз. Енді бағанағы қуырылған картоптен бір уыстай саламыз да, осыған жарты уыстай қосамыз. Осыған енді майонезімізді қосып, қалағандарыңызша қоссаңыздар болады. Біз ас қасықпен 4 қасық, 5 қасықтай примерно сондай қосамыз. Осының барлығын араластырып алғаннан кейін ыдысқа салып, қалған картофельді бетіне саламыз. Қуырылғандарын барлығын қосып жібермейсіздер. Жартысын қосасыз, жартысынан аздау қосасыздар, көбін алып қойып бетіне саласыздар. Қазір біз араластырып алғаннан кейін көрсететін боламыз. Барлығын толық араластырып алайық. Достар, мінекей французский салатымыз да дайын, әдемі болды. Дәмін көрейік. Сөз жоқ, керемет, өзіме ұнады. Барлығыңызға болса үй жағдайында өздеріңіз дайындасаңыздар болады. Достар, біздің видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, қоңырау шарып басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.